Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетов анасын сағынған бала. Сабақтың мақсаты: берілген шығарма үзіндісіне жоспар құру. Әңгімеде оқиға Есмағамбеттің Алматыдан елге келуінен басталады. Оқиғаның дамуында сәбидің салған әні негіз болады. Көлеңкеде алаңсыз ойнап отырған бала Есмағамбеттің Алматыдан келгенін естіген сәттен ерекше күйге түседі. Оның анасы да Алматыда еді. Ал мына Есмағамбет атасы тура анасының қасына келіп отыр. Баланың көзіне сағыныштың жасы үйірілді. Енді сержан Есмағамбеттің жанынан шықпайды. Оған Есмағамбеттің Алматыға ала кетуге берген уәдесі болады. Сержан атасына құрмет көрсетіп қызмет ете бастайды. Шай құйған кесесін алып береді, жастық береді. Үнемі алматылық атасын төңірегінен табылып жүреді. Есмағамбет те атасы да сержанның көңілін табады. Балмұздақ алып береді. Аталарының ішінде жақсы көретін де Есмағамбет атасы болады. Сержанды алып кетпек болған қонақтың ойын Балмағамбет атасы мен апасы мақұлдамайды. Қайтатын күні бала Балмағамбеттің маңынан алыстамайды, бірақ жақындай да алмайды. Сержан да соны сезгендей: сен бұл жолы мені Алматыға алып кетпей-ақ қой, дейді. Оқушылар, біз осы мәтіннің көмегі арқылы тапсырма орындаймыз. Бұл тапсырмада әңгіменің мазмұнына қарай жоспар құрыңыз. Берілген әңгімеге оқи отырып сіздер жоспар құрасыздар. Мен сіздерге үйге тапсырмаға анасын сағынған бала әңгімесін оқуға бергем. Соны негізге ала отырып, кіріспе бөлім, негізгі бөлім, қорытынды бөлім деп жоспар құрып жазамыз. Шағын ғана әңгімеге жоспар құрамыз. Кері байланыс. Сіздің бүгін көңіл күйіңіз жақсы, көңіл күйіңіз сабақты ойландырады, және де сіз нені түсінбедіңіз? Үйге тапсырма оқушылар 119 беттегі талдау тапсырмасы, яғни ауыл өмірі мен қала өмірін салыстырып келу.